Құрметті менің YouTube арнамның тыңдармандары, көрермендері, қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге өте маңызды тақырыпты сөз етпекшімін. Өйткені осы тақырып менің өмірімде энергиямның көбеюіне, ішкі блоктарымның азаюына қатты ықпал еткен тақырып. Ол қандай тақырып десеңіздер, ол сексуальное желаниені не подавлять деген тақырып. Қазір көптеген адамдарға, әсіресе қазақ әйелдерінің көпшілігі, әрине қазіргі уақытта біраз әйелдер өсті, өз-өзімен жұмыс істеді, бірақ бәрібір сексуальность деген сөз кәдімгідей біздің жан дүниемізді тітіркендіріп табу сияқты естіледі. Яғни бұл бір ұят сияқты, сексуальность дегеннің еркін ағуына, бұл тақырыпты терең бойлап зерттеуге көп адам онша ден қоя бермейді. Сексуальное желание, сексуальная энергия емес, желание, яғни сіздің ішіңіздегі страсть, яғни хотеть ету жайлы және оны подавлять етпеу жайлы айтпақшымын. Біз кішкентай кезімізде қыз балалар, әсіресе еркектерге қарағанда, ер балаларға қарағанда ерте жетілеміз. Шамамен 8-9 жастарда бізде уже интерес пайда бола бастайды. Өзіміздің жыныстық мүшелеріміз тексеріп көре бастаймыз. Біздің ішімізде бір түрлі сезімдер орнай бастайды. Өзіміздің әйел екенімізді ұға бастаймыз. Осы кезде егер біздің ата-аналар тарапынан дұрыс қолдау білдірмесе, әсіресе көп деген қыз балалар осы кішкентай кезінде блокировать етіп алады. Яғни осы интерес үшін қатты қысылады, өзінің сексуальный желаниесі одан кейін есейгеннен кейін ол оянған кезде қысылады да, өзінің ішіне подавлять ете бастайды. Және көптеген, мен енді қанша жылдан бері әйел адамдармен жұмыс істегендіктен білем, көптеген әйелдерде әсіресе кішкентай кезінде мысалға зорланған болуы мүмкін, болмаса ер азаматтар тарапынан жыныс мүшелерін, дене мүшелерін ұстап көрген болуы мүмкін. Осыған байланысты әйелдерде ыңғайсызданып, өзінің тәнін қабылдамау, сексуальный желаниесін полностью әр жаққа қарай тығып, түкпірге жаңағы бір шоланға қамап, құлтап тастау сияқты сезімдер пайда болады. Әсіресе әйелдер өздерінің сексуальнысын қатты жабады, мысалға тұрмыстағы әйелдер. Өйткені өзінің сверхсексуальный болуына, осы энергияның еркін ағуына рұқсат бермейді. Өйткені ойлайды, егер мен қазір сексуальный болып кетсем, онда мен күйеуім қызғану мүмкін, либо болмаса мен бұзылған әйелге айналып кетуім мүмкін, басқа еркектердің маған көзі түсуі мүмкін деген оймен өзінің сексуальнысын полностью әйел жаба бастайды. Көп жағдайда әйелдер қатты семіріп, толып, артық салмақ жинай бастайды. Шын мәнінде ол әйелдерге айтқым келеді, сіз уже кішкентай қыз емессіз, егер сізге басқа еркектер тарапынан көзі түскен күннің өзінде де сіз уже күйеуіңізге адал болып, өзіңізді қорғай аласыз. Сондықтан ол үшін өзіңіздің сексуальностіңізді жабудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Жалпы сексуальность деген, Ошо айтпақшы, бүкіл духовный лидерлер айтпақшы, бұл қандай энергия десеңіз, это настоящая жизненная энергия. Яғни сіздің энергияңыздың бойыңызда жойқын көтеріліп, сіздің күшіңіздің көп болғанын қаласаңыз, онда сіз блокированный сексуальный энергияны босатуыңызға, бұғақтан кәдімгідей босатуыңызға тура келеді. Ол үшін не істейсіз? Әрқайсымыздың ішімізде мысалға сексуальный желание бар, менің мысалға сексуальный желанием өте жоғары болды. Мен өте сексуальный әйелмін. Бірақ мен мысалға күйеуіммен ажырасқандықтан, балалармен өмір сүргендіктен, бұл желание менікі көтерілген кезінде мен оны всегда соңғы орынға қойдым. Өйткені мен оны не істедім? Төмен қарай тығып тастадым. Дәл қазір емес. Дәл қазір мен балаларымды дұрыстап алайын, жұмысымды реттеп алайын, өмірімді реттеп алайын, карьерама көңіл аударайын, бірақ не сексуальный желание. Как будто бұл бір несерьезность сияқты сексуальный желание, бір мән беретін дүние емес, одан дағы өте серьезный салаларға көңіл аударайын да, бұл нәрсеге көңіл аудармайын деп ойладым. Сондықтан подавленный сексуальный энергия, ол әрине подавленный әйелге алып келеді. Әйелдің көздеріндегі оттары өшеді, өмір бақи жаңағы өзін бір ауыр сезіммен өмір сүре бастайды. Сондықтан сіз өзіңіздің бойыңызда, мысалға, әсіресе қатты подавленный сексуальный энергия әйелдердің көп жағдайда, мысалға, біраз уақытқа шейін ол энергия не істейді? Сізде төмен қарай бұғаттап қойып тастағандықтан, оны сіз шығаруға, оны сезінуге рұқсат бермегендіктен, маған сексуальный желание не үшін келіп жатыр? Мен тұрмыста емеспін ғой, мен күйеуім жоқ қой, либо болмаса маған дәл қазір оның қажет жоқ деп сіз оны төмен бұғаттап тастағанмен, ол бірақ солқылдап сіздің жаныңызды, көзіңізді
өзіңізге көрсетуі мүмкін. Өйткені ол сіз қайта сіз өзіңіздің сексуальный желаниеңіздің оянып тұрғанына қуаныңыз, өйткені бір уақыт келген кезде ол желание өшетін де момент келеді. Адам жас келген кезде ол желание мүлдем өшіп қалатын адамдар бар. Сондай моменттерде сіз жоқ, мен бұны сезінбеуім керек, төмен қарай тығып тастайсыздар, көп жағдайда. Әсіресе әйелдердің жылдармен либидосы, желаниесі мүлдем өшіп қалады. Әйел мүлдем жаңағы ер азаматқа не болмаса төсек қарым-қатынасына ешқандай құштарлығы қалмайды әйел. Бұл әйел үшін секс ешқандай сексуальный қарым-қатынас ешқандай бір қызық әкелмейді, өміріне ешқандай краска әкелмейді. Әйтеуір қажет емес. Әйел үшін не маңызды болуы мүмкін? Әйел үшін жаңағы ақша маңызды болуы мүмкін, балалар маңызды болуы мүмкін, карьерасы маңызды болуы мүмкін, бірақ сексуальный желание қатты маңызсыз болуы мүмкін. Ал егер сіз өміріңізде жаңағы энергияңыздың көп болып, өзіңіздің бойыңызда буырқанған күш болып, еркін өмір сүруді қаласаңыз, онда сіз жаңағы бұғатта жатқан сексуальный энергияңызды қайта босатуыңызға тура келеді. Сексуальный энергияны босату, өзіңнің сексуальный желанияңды ояту деген сөзді елдің бәрі ойлайды, как будто мен қазір бүгіннен бастап сексуальный қарым-қатынасқа түсуім керек, үздіксіз деген. Ондай ой емес. Сіз қайта, наоборот, ол өзіңіздің сексуальный желанияңызды мойындамаған кезде ол сізді көбірек қинайды. Ал егер сіз сексуальное желание, я даю тебе место быть, мен саған рұқсат берем, и сенің жаңағы бойымда еркін ағуыңа рұқсат берем, мен өзімнің сексуальный желанием үшін кінәламайым, яғни тәнімнің қалау үшін кінәламайым, мендегі энергияның көтерілгені үшін сексуальный кінәламайым, это часть меня деп кәдімгідей өзіңіз қабылдап, өзіңіздің осы көзге көрмей жылдар бойы қарама қойған частіңізға наоборот қарап рұқсат берген кезде сіздің бойыңызда керісінше мулат қарадан, төменгі чакралардан энергиялар еркін ойнақтап жоғары қарай көтеріле бастайды. Сіз бұл энергияны, бұл орасан зор алапат күш, қазіргі уақытта көпшілігіңіз күш таба алмай жүрсіздер, шаршап жүрсіздер. Сіз тегін күшті алдыңыз, сіздің бойыңызда кәдімгідей өмір сүруге деген құштарлық күші кәдімгідей орасан зор аға бастайды. Сіз оны не обязательно сексуальный қарым-қатынасқа жұмсауыңызға тиісті емессіз. Сіз бұл күшті шығармашылыққа жұмсасаңыз да болады. Сіз бұл күшті фитнеске жұмсасаңыз да болады. Сіз бұл күшті өзіңіздің мақсаттарыңызға да жұмсасаңыз да болады. Сондықтан алдымен өзіңіздің кәдімгідей өшіп қалған сексуальный желанияңыз болса, қайтадан оятуыңызға тура келеді. Либо сіз оны мойындағыңыз келмей, подавлять етіп, жоқ, бұл қазір маңызды емес деп тығып тастаған сезім, жаңа сексуальный желанияңыз болса, сексуальный желание қайтадан тірілтуіңізге тура келеді. Ол үшін мен айтқан сөздерді қайталап айтыңыз. Мен өзімнің бойымдағы сексуальный желаниеме рұқсат беремін. Өзімді енді ұрыспаймын, сексуальный желаниелерім үшін кінәламаймын. Және ең қызығы, көптеген әйелдерде, менде де болды, сол үшін айтқым келеді, как будто біздің бір кішкентай кезімізден, үстімізден бір ұрсатын сияқты сезіммен өмір сүреміз. Как будто бір, мысалға, әйелдердің көпшілігінде бар, ақшасын құртып қойса, ұрсып беретін сияқты, сен ақшаңды неге құрттың деп, либо жұмыс істемесең біреу ұрсатын сияқты. Әйелдердің көпшілігі бір қорқып тұрады, біреу оны бір ұрсатын сияқты. Хотя жастар уже 30-дан асқан, 25-тен асқан, 40-тан асқан әйелдер болса да, біреу ұрсатын сияқты. И әйелдерде әсіресе осы сексуальный желанияға байланысты біреу ұрсатын сияқты. Сенің сол желаниелерді сезінгенің үшін біреу саған айқайлайтын сияқты, әкең ұрсатын сияқты. Сондай сезімдер көтеріледі. Сол адамдарға это мое тело и только мое дело. Яғни бұл менің тәнім мен өзімнің ортамдағы қарым-қатынас қана. Бұл қарым-қатынасқа сіздің әкеңізді, анаңызды, либо басқа адамдарды қоюдың қажет жоқ. Желание ол сіздің ғана меншігіңіздегі, өзіңіздің ішкі жан дүниеңіздегі сезімдер болып табылады. Бұл сезімдерді басқа адамдарды араластырудың қажет жоқ. Яғни желаниеңіз көтерілген үшін, мен қазір әкем не ойлап тұр, либо менің күйеуім не ойлап тұр, либо басқа адам не ойлап тұр. Алдымен сіз өзіңіздің ішіңіздегі желаниямен өзіңіздің ортаңыздағы қарым-қатынасты дұрыстап алуға тиіссіз. Сондықтан өзіңізді ешқашанда кінәламаңыз. Яғни көтерілді ма сексуальный желаниеңіз? Я себе разрешаю, да, это хорошо. Я мен әйелмін, и менде бұл желаниелер бар дейсіз. Енді
көптеген әйелдер былай ойлайды, желаниесі ашылғаннан кейін сексуальный, значит мен бейберекет төсек қарым қатынасына түсуім керек деген сөз емес. Өзін жақсы көретін, өзінің тәнін жақсы көретін адам кез келген адаммен қарым қатынасқа бармайды. Ол адам өзі таңдау мүмкіндігі бар, кіммен қарым қатынасқа түсуді біледі. Сондықтан ол осы бұрқанған энергияны просто басқара алады. Әйел басқара алмаған кезде мысалға әйел былай ол энергиясын шығарып көруі мүмкін, ол алапат энергия болуы мүмкін, әйелде сверхсексуальность болуы мүмкін. Әйел бұл энергияны басқара алмағандықтан кез келген адамның құшағынан шығуы мүмкін. Яғни все, ол уже басқара алмайды. Сондықтан сіз бұл энергияны алдымен басқаруды үйрену үшін принимать. Я люблю тебя, моя сексуальная энергия. Я люблю мои желания сексуальные. Только я управляю. Теперь я управляю. Не энергияны сізді управлять етіп кетпейді, либо болмаса сізді желанияңыз управлять етіп кетпейді. Сіз өзіңіз басқарасыз. Мен басқарам деген кезде сізде кәдімгідей контакт пайда бола бастайды өзіңіздің сексуальный энергияңызбен. Әр қарай сізге всегда энергияңыз тасып, көзіңіз жанып, өмірге деген құштарлығыңыз жойқын бола бастайды. Сондықтан бойыңыздағы бұғаттаулы жатқан бүкіл жаңағы энергияның барлығын босататын уақыт келді. Сіз әйелсіз, қайта қуаныңыз сіздің бойыңызда сексуальный желанияның бар болғанына, оны уақытынан бұрын өлтірмеңіз, оны деп үкіле отырып, наоборот бойыңызда ұстаңыз, еркін ағуына ықпал етіңіз. Сол кезде сіздің бойыңызда шығармашылық энергиясы, басқа да энергиялар көтеріле бастайды. Ең бірінші энергияның бастауы сексуальный желанияның энергиясы, сексуальный энергия болып табылады. Сол үшін айтылған дүниені мұқият тыңдаңыздар. Және менің Instagram парақшама жазылып қойыңыздар. Мақпал Қаратай деп аталады. Сонымен қатар YouTube арнаға да жазылып қойыңыздар. Міндетті түрде лайк басып, міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Және мен сіздерге өте күшті видеолармен қазақ тілінде бөлісетін боламын алдағы уақытта. Осознанность жайлы, ояну жайлы, өзіңнің ішіндегі программаларың жайлы, әйелдік энергия жайлы көптеген тақырыптар, даже бала тақырыбын, ақша тақырыбын, бүкіл тақырыптарды айтатын болам. Менімен бірге болыңыздар. Ұмытпай парақшаға жазылып, уведомление қойып қойыңыздар. Сол кезде сіздер жаңа видео келген кезде міндетті түрде көріп отыратын боласыздар. Сіздерге егер қандай да бір пайдам тисе, шексіз бақыттымын. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.